Әссәләму алейкум, құрметті менің бауырым. Егер сіз Құранға түсіп қойған болсаңыз, мен Құранды енді дұрыс оқып жүрмін ба, оқып жүрген жоқпын ба деген жүрегіңізде күдік, күмән болатын болса, онда бұл дәріс сізге арналады. Бүгіннен бастап біз Құранның дұрыс оқылуын үйренетін боламыз, әрі талдайтын боламыз. Ендеше бисмилля, бірінші дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі бірінші дәрісіміз Ихлас, яғни Ықылас сүресінен бастайтын боламыз. Мен бірінші оқып шығам, сіздер мұқият тыңдаңыздар. Аъузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Қул хуаллаху ахад. Аллаху самад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам якул лаху куфуан ахад. Бірінші аъуздан бастаймыз. Аъузуды айтқан кезде жіңішке, жіңішке, зіні сақа оқып айтамыз. Аъузу биллахи минашшай деп айтқан кезде иді қалқала жасамаймыз. Көп адамдар иді тербетіп жатады. Бұл қате. Тербетуге болмайды. Минашшайтанир раджим. Екі рыны шығаруды ұмытпаңыздар. Раджим деген кезде төртке немесе екке соссаңыздар болады. Екке соссаңыздар Құранда кездесетін мәт арытта бүкіл жерден естейсіздер, екке созасыздар. Төртке созған болсаңыздар, төртке созасыздар. Бисмиллахир рахманир рахим. Екі рыларды шығарамыз, анық. Бірінші аят. Құлды айтқан кезде ләм бізде сукунмен келіп тұр. Яғни тілдің алдыңғы бөлігі ләмді айтқан кезде таңдайға жабысады. Міне осы шығатын орнынан ләмді ұстаймыз. Құл жіберіп қоймаңыздар. Жіберсеңіздер ләм бізде тербеліп кетеді. Онда ол үлкен қате болады. Құл хуаллаху деген кезде алдыңғы уау бізде жіңішке айтылады. Хуа Аллах сөзін жуандатамыз. Хуаллаху ахад. Дәлді тербетеміз. Аллаху самад. Жіңішке. Аллах сөзін жуандатамыз. Аллаху сот жуан. Аллаху самад. Лам ялид ва лам юлад. Яғни лам ерінмен ұстаймыз. Ерінді жіберіп қоймаңыздар. Жіберсеңіздер мен тербеліп кетіледі. Лам ялид. Дәлді тербетеміз. Ва лам юлад. Дәлді тербетеміз. Ва лам якуллаху. Мұнда бізде нун сукунмен келіп тұр. Нуннан кейінгі ләм әрпі келіп тұр. Яғни бұл тәжвид ережесінде идғам ережесі деп аталады. Нун сукунмен келіп, одан кейінгі әрпі идғам әрпі болса, онда нун істейді, идғам әрпіне кіргізіліп оқылады. Яғни идғам әрпіне өзгертіліп кетеді. Сонда қалай оқимыз? Ва лам якуллаху куфуан ахад. Енді барлық аяттарды екі-екіден оқып көрейік. Құл хуаллаху ахад. Құл хуаллаху ахад. Аллаху самад. Аллаху самад. Лам ялид ва лам юлад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам якул лаху куфуан ахад. Ва лам якул лаху куфуан ахад. Осымен бүгінгі біздің Ихлас сүресін оқудағы дәрісіміз аяқталды. Енді келесінде басқа қысқа сүрелерді үйренетін боламыз. Егер де сізге осылай талдап үйрену
үйрену ұнаған болса, онда менің каналыма тіркеліңіз, келесі сүреден қалып қалмау үшін. Келесі кездескенге дейін, әссәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.